Саламатсыздар ма, менің көрермендерім, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге ою басу жолын көрсететін боламын. Алдымен каналыма тіркеліңіздер, лайк басыңыздар, сосын жұмыс барысын көрсететін боламын сіздерге. Ал бізге бірінші мынандай королевский барқыт алдым. Барқыт керек. Сосын мынандай кезегім керек. Мына паутина дейді. Мынаны арақылдың астыңғы қағазы. Бұл не үшін керек? Оны кейін айта жатармын. Ең бастысы, мына матаға ою бастыру үшін мынандай ою керек. Бұны мен өзім ойып басып алдым. Ал, бастаймыз. Бірінші мына матаны теріс жағымен орналастырып аламыз өтіктеу үшін. Мынау флизелиннің де теріс жағы, өйткені мына жер түртік болады. Түртік жағы бұл клей жағы. Клей жағын осы теріс жағына бүйтіп орналастырып, осының үстінен өтекпен басып шығамыз. Өтекпен әдемілеп басып шығамыз. Бұл не үшін керек дейсіздер ғой? Бұл матаны ою бастырған кезде жиылып қалмауға, зигзагтаған кезінде жиылады ғой. Соған әдемі жиылмау үшін осыны клей етіп бастырамыз. Бұл қатты қылады матаны. Ал егерде қатты мата алсаңыздар, бұл флизелинді қолдамасаңыздар да болады. Менің матам жұқа, жұмсақ. Сондықтан да мен бірінші қатайтып алып жатырмын. Осылай әдемілеп қатты қылып өтектеп аламыз бүкіл ұзындықты. Бұл менің матым алған сантиметрім 37 сантиметр ұзын қылып кесіп алдым, өзіме керектіні. Осы 37 сантиметр матаны осылай ұзыннан өтектеп басып аламын. Мына паутинкамыз, флизелинімізді жабыстырып алдық. Міне мата кішкене қатқыл болды. Енді бұған мынандай паутинаны, бұның двусторонний клеевой флизелин ғой, осыны ұзыннан кесіп алдым. Енді бұны құр өзін клеить ете алмаймыз, өтекте алмаймыз, өйткені жабысып қалады. Сондықтан да осы арақылдың астың қағазы, жылтыр жағын, мына жылтыр, мына жай қағазы, матовый жағын, мына глянцевый жағы. Сол глянцевый жағын осылай қойып аламыз да, осы бойынша өтекпен бастырып өтектейміз. Қағазбен өтектейміз. Қағазбен өтектемесе өтекке жабысып, өтек клей басылмай қалады. Әдемі өтектейміз осылай. Осы полоска ұзын матаны түгел өтектеп шығамыз. Ал мынаны клей етіп болдық. Жып-жылтыр болды. Өтектеген болғаннан кейін осылай жып-жылтыр клей сияқты болып тұрады. Енді бұны мен 37-де 37 қылып осылай кесіп, квадратқа кесіп аламын. Міне кесіп алдық. Енді ортасын табу үшін осылай ручкамен осылай тең кесіп, ручкамен сызып алдым. Енді осы точкадан бастап мен мына оюды мына бұрыш-бұрыштарына теңестіріп орналастырып аламын бірінші. Сызықтар мына бұрышта болу керек. Түзу болу үшін. Демек, түзу болған сияқты. Енді осыны ручкамен бастырып аламыз. Бұнда да әдемі бастыру керек, қисық болмау керек. Кескен кезде өзгеріп кетеді болды. Сондықтан да әдемі асықпай отырып бастырған дұрыс. Ал оюымызды міне кесіп алдық, осылай қайшымен кесіп алдық, міне жылтыр. Бұл мына матаға клей етуге оңай болады. Мен бұны алған жоқпын, өйткені маған мынау керек. Мынаның жиектерін мынандай қылып кесіп алдым, тәсемдеп. Осылай орналастырып аламыз. Түктері бір жаққа қарау керек. Мынаның несі түгі былай қараса, мынау астындағы да түк осылай бір жаққа қарау керек. Бір стрелкада жату керек.
осыны қазір өтектеп басып аламыз. Орнына келтіріп аламыз қисықтықтарын. Осыны өтектеп басамыз осыны. Орнына келтірмесек қисық болып кетеді. Осыны міне. Мынау да солай болу керек. Бұның да түгі мына жаққа қарау керек. Мынау ыстырып алдық. Енді бұны ақырындап ортасынан бастап басып аламыз. Ал, міне оюымызды бастырып өтектеп болдық. Ешқандай қалдықсыз жаңағы мына бір оюдан екі ою басып шықтық. Енді бұны мен жастық істеймін осы екі оюдан. Екі жастық шығады. Мына біреуден, мына бір екі жастық. Оны келесі видеода көрсететін боламын. Көріскенше сау болыңыздар. Каналыма тіркеліп лайк басыңыздар. Көріскенше.